сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендермен заттың қимылын білдіретін сөздермен танысатын боламыз. Қимылды білдіру үшін қолданылады және заттың қимылын білдіретін сөздерге не істеді, не істейді, қайтты деген сұрақтар қойылады. Мысалы, ойнады, билейді, жүреді. Бұл сөздерге не істеді, ойнады, не істейді, билейді, не істеді, жүреді. Яғни, заттың қимылын білдіретін сөздерге осы сұрақтар қойылады. Қазір сендерге заттың қимылын білдіретін сөздерді қатыстырып, сөйлем құрайтын сөздер берілді. Мысалы, балалар ойнады, қыздар би биледі, ұшақ ұшты, балалар мектепке келді, балалар ауылға барды, оқушылар сабақ айтты, Айжан кітап оқыды. Яғни осылай сөйлем құрап, заттың қимылын білдіріп тұрған сөздерді астын сызамыз. Бүгінгі сабағымыз осы заттың қимылын білдіретін сөздер арқылы өз білімімізді шыңдаймыз. Олай болса, бірінші жаттығуға назар аударайық. Бірінші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы. Жаттап ал. Жазғы тұрым. Ой, балалар, балалар. Жылы-жылы жел соқты. Жылғалардан су ақты. Қаңқыл-қаңқыл қаз кепті. Жер қарайды, жаз кепті. Желкіл дейді көк майса, желін дейді мал жайса. Ауыл көшті қыстаудан, әне апамдар қой сауған. Бұл өлеңнің авторы Ильяс Жансүгіров. Ал балалар, көктемде айнала қандай күйде болады екен? Жылғалардан жылы су ағып, қаздар келіп, жер қарайып, жаздың келгенін, көктемнің келгенін білдіреді. Көк майса дегеніміз жасыл шөптер жерге мол өсіп, малдың қарны тойып қалатынын айтып тұр. Желіндейді дегеніміз малдың тоқшылығын айтып тұр. Және ата-бабаларымыз күн жылыған кезде ауыл қыстаудан көшетін болған. Және аналарымыз қой, сиыр бағып, сиыр сауып күн көретін болған. Балалар, бұл мәтін әңгіме ме, әлде өлең бе? Дұрыс айтасыңдар, бұл өлең. Бұл өлеңнің авторы Ильяс Жансүгіров. Екінші жаттығу. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Заттың қимылын білдіретін сөздердің астын сыз. Мамыр айында құстар балапан шығарады. Бұл кезде 1-2 күнге созылатын суық болады. Балалар, мына жердегі заттың қимылын білдіріп тұрған сөзді таптық па? Мамыр айында құстар балапан шығарады. Не істейді? Шығарады. Не шығарады? Балапан шығарады. Яғни заттың қимылын білдіріп тұрған шығарады деген сөздің астын сызамыз. Бұл кезде 1-2 күнге созылатын суық болады. Не болады? Суық болады. Осы сөйлемде заттың қимылын білдіріп тұрған сөз ол болады деп тұр. Не істейді? Болады. Осы сөздің астын сызамыз. Ал ендеше үшінші жаттығуға қарайық. Сурет бойынша осы мереке туралы айт. 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі мерекесі. Қазақстанда 130-дан астам ұлт өкілдері тұрады. Олар тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Сондықтан берекені көздеген ел бұл мерекені атап өтеді. Балалар, 1 мамыр туралы өз ойларыңды айтып, ұстаздармен бірге бөлісіңдер. Бүгінгі сабағымыз осымен тамам. Назар салып тыңдағандарыңа рахмет. Комментарий қалдырып